Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ең қарапайым бауырсақтың рецептісін түсіретін боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет, бір жұмыртқа, ашытқы, тұз, кішкене қант және де сұйық май қажет болады. Біз барлығын жылы суда жақсылап араластыратын боламыз. Достар, бұл бауырсақтың ерекшелігі, біз оны бір жасағаннан керемет қылып пісіре аламыз. Яғни оның себептерінің бірі қамырдың жұмсақ болып иленуі. Мен өте жұмсақ қылып илеймін. Яғни ұндары толық араласа болды, қамыр иленді деген сөз. Бұл өте қарапайым рецепт. Үйде бар заттармен ғана керемет жаңа жылға достарыңызды немесе туыстарыңызды қуантсаңыздар болады. Мен 1-2 сағатқа бетін жауып, оны көтерілгенін күттім. Және де оны формаға салатын боламыз. Өздеріңізге удобны ыдыспен кессеңіздер де болады. Енді осыны қызып тұрған табада пісіретін боламыз. 2 бетін аударып, жақсылап пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтарымыздың нәтижесі осындай болды, достар. Қараңыздаршы, қандай әдемі көрініс. Жаңа жылға жасасаңыздар болады. Ең қарапайым рецептпен және де каналға жазуды ұмытпаңыздар.